Жалпы Габсбургтер әулеті бір-бірімен отауласып, қатты инбридингке ұшыраған әулеттердің бірі. Карл II-нің инбридинг коэффициенті 25%-ді құраған. Мұндай коэффициент ағасы мен қарындасының жақындасуымен туылған балаларда кездеседі. Карл II-нің 8 аталары мен әжелері де бір адамнан тараған. Бұл әулеттің адамдары бір-бірімен байланыстырып тұратын нәрселердің бірі олардың жақтары. Және Карл II-нің де астыңғы жағы алға қатты шығып тұратын. Сол себепті де ол тамақты дұрыстап шайнай алмайтын, сақауланып сөйлейтін. Оның асқазаны тойымсыз, ол не жесе де бүтіндей жұтады. Өйткені оның астыңғы жағының алға шығып тұрғаны сонша, үстіңгі тістері мен астыңғы тістері бір-біріне тимейтін. Оның кеңірдегі тым үлкен болатын. Тауықтың бауыры немесе іші бүтіндей өтіп кететін. Асқазаны оны қорытуға шамасы келмегендіктен, ол нәрселер денесін де бүтін күйде босатады.